Қаланың өзіндік кескін келбетімен сәулетін қалыптастыратын демалыс саябақтары мен спорт алаңдарының жағдайларымен танысуға мақсатталған қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің іс-сапары 4-ші шағын аудандағы Махаббат аллеясынан бастау алды. Ел көп жиналатын саябақтарға барып, мән-жайды көзбен көріп, көңілге түймек болған шаһар басшысы санитарлық, тазалық және абаттандыру шараларынан кейін әр жерде үйіліп жатқан қоқыстар мен шабылған шөптердің жиналмай қалғанына назар салды. Шаһар басшысы атаулы орынды қалыпқа келтіру бағытында орындықтарды жөндеп, қоқыстарды жинастырып тәртіпке келтіруді және 30-ға жуық жарық шамдарын ауыстыру шараларын талапқа сай атқарылуын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен мердігер ұйымдарына табыстады. Такое хорошее место, блин, вообще не знаю, во что превратилось. Жұмыстарды соңына дейін аяқтау қажет. Биыл жаз ерте басталды, бәрінде түсінуге болады. Дегенмен халық бұл жерге демалуға келеді. Сол себепті таза болуы тиіс. Абаттандыру жұмыстарынан соң мұндай қоқыстардың қалуы дұрыс емес деп ескерте өтті қала басшысы. Бір өкініштісі, көп жағдайда саябақты серуендеп жүргендердің өздері қажетіне жарағаннан кейін бос сусынның ыдыстары мен қағаз жырнақтарын арнайы қоқыс жәшігіне емес, жол шетіне лақтырып кетеді. Әрине, бұл әр адамның жеке мәдениетіне байланысты айтылатын дүние. Алайда айналадағы тазалық шараларына, көгалдандыру және гүлдендіру жұмыстарына әр тұрғын мен жеке кәсіпкерліктер аса мән берулері тиіс. Ұрпақтармен дала аңызы саябақтары да қала әкімінің осы сапарында қаралды. Ұрпақтар саябағында қазіргі таңда шөп шабу бойынша жұмыстар тәмамдалуда. Ал дала аңызы саябағындағы су бұрқақтарды жарықтандыру мен қозғалтқыштарын ауыстыру мәселесі жолға қойылуда. Қала әкімі барлық демалыс саяжайларындағы орындықтардың біркелкі болуына көңіл аударуды тілге тиек етті. Аса назар саяжайларды жарықтандыру жұмыстарының жүргізілуі қажет екенін алға тартты. Атаулы қызметті өңірімізде Инвестстрой Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған. Шаһарымыздағы демалыс әрі спорттық алаңдарының абаттандыру және тазалық жұмыстарымен танысып шыққан шаһар басшысы іс-сапар нәтижесінде көтерілген сауалдары бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына нақты тапсырмаларын жүктеді.